Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен дәл осындай өте әдемі әрі дәмді болып шығатын күнделікті дайындап жеуге арналған салат дайындайтын боламыз. Видеомды соңына дейін көріп, қолдап, лайк, комментария қалдыра кетіңіздер. Алдымен қажетті заттарымызды дайындап алатын боламыз. Толық рецептін описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сол жерден өтіп көре аласыздар. Енді колбасамызды жақсылап 4 бұрышты етіп, кубик тәріздес етіп, турап алатын боламыз. Видеодағыдай етіп. Енді қиярымызды 4 бұрыш етіп, оны да кубик тәріздес қылып турап аламыз. Жұмыртқамыз бен картошкамызды және де қызанағымызды да барлығын 4 бұрышты етіп тураймыз. Енді капустамызды осылай алғантай қосамыз. Оны да ұзын етіп, жұқа етіп турап, ортасынан бөліп шығатын боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Тез дайын болады, және де үйде бар заттардан капуста қоспасаңыздар да болады, қалауларыңызға байланысты. Енді майонезімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып, тарелкамызға саламыз. Сәбізді турасаңыздар да болады, кубик тәріздес етіп, немесе сәндік үшін бетіне үккіштен өткізіп, қырып шықсаңыздар да болады. Дәміне қарай тұз қосасыздар. Енді тарелкамызға салып аламыз. Аппетитный болып шықты. Енді қырғыштан өткізіп шығамыз сәбізімізді. Әдемі көріну үшін. Көріп тұрғандарыңыздай салатымыз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Аппетитный болып тұр. Шаймен ішкенге өте дәмді. Видеомды соңына дейін көріп, қолдағандарыңыз үшін рахмет. Рецептерім ұнаса тіркеліп, комментария қалдырыңыздар.